Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçedегі кімнің ненің, кімді нені деген сияқты септік жалғауларын үйренетін боламыз. Бізде қазақшада кімнің ненің дегенде көрініп тұр, уже ның, нің, дің, дің деген жалғаулар бар еді. Және кімді нені табыс септігі, ода ны, ні, ды, ді, ты, ті деген жалғауларды түркшеде қалай жасаймыз, соған қарайтын боламыз. Түркшеде жалпы жалғаулар өте оңай. Мына жерде ның, нің, дің, дің деген жалғаулардың жазылуы, қандай жалғаулар көрініп тұр. Яғни ын, ин, он, үн, нын, нин, нон, нүн деген жалғауды жалғау керек. Ол қалайсысы қай кезде жалғанады? Алдыңғы сабақтардағыдай, егер сөз дауыссыз дыбысқа аяқталатын болса, онда біз дауысты дыбыстан басталатын ын, ин, он, өн деген жалғауларды жалғайды екенбіз. Ал егер сөз дауысты дыбысқа бітетін болса, например, арабая, арабанын, онда біз дауыссыздан басталатын жалғауды жалғаймыз. Сөйлемде көрейік. Сөйлемнен бірінші мынау и, у, ү, с, си, су, сü деген жалғаулар. Бұл табыс септігінің жалғауы. Мына жерге жазып кетейін. Мынау табыс септігі. Мынау нын деген бұл ілік септігінің жалғауы. Қазір біз сөйлем барысында оны анықтайтын боламыз. Мысалға, мына жерде сөйлемдер берілген. Айше, Айшенің, яғни дауыстыға бітіп тұр, біз дауыссыздан басталатын жалғауды жалғаймыз. Айшенің, Айшаның, чантасы, чанта а дауыстыға бітіп тұр, дауыссыздан басталатын жалғау жалғаймыз. Чантасының, яғни бізде де жалғауларды бірнеше жалғау арқылы, бірнеше жалғауларды жалғау арқылы да сөйлемнің бағытын өзгерте аламыз. Мысалға, Айшаның чантасы, Айшаның сөмкесі, Айшаның сөмкесінің түсі, мысалға, несі? Ренг деген түс, түсі қандай? Сары, например, солай. Айшаның чантасы, чантасының, яғни мынау да ілік септігінің жалғауы, мынау табыс септігінің жалғауы. Келесі сөйлем. Сынып, капысы, капы есік, капысының, есігінің, қолы, ручкасы, қолы. Қолы деген сияқты ұстау, ручкасы. Дедем, дедем, дедемнің gözlüğünün camı. Атамның көзілдірігінің шишасы. Шишасы, жам деген бұл әйнек, әйнегі, немесе шиша деп айтатын едік қой. Шиша, сол. Gözlük к еді, к бізде жалғау жалғағанда білесіз, г юмышақ г-ға айналып кетеді. Және деде деген ата болса, менің болса, бенім дедем. Яғни мынау менің деген сөзді көрсетіп тұр. Жіктеу бұл жерде, жіктеу жалғау болады. Дедем, бенім дедем, сенің деден ны болатын еді, сенің деген кезде. Сол сияқты. Мынау ың деген ілік септігінің жалғауы болып тұр. Жаңағы айтқанымыз. Дауысты дыбысқа бітсе, онда біз ның, нін дегенді жалғаймыз. Ой, привычкамен уже қазақшадағыдай. Нын, нын, мысалға, нун, оның бәрін алдыңғы сабақтарда айтып келе жатырмын. Барлық жалғау бір ережеде қолданылады. Яғни, бір рет үйреніп алсаңыз, мысалға, аға бітсе, ыға бітсе, онда деген сияқты, нын дегендерді жалғайсыз. Соны алдыңғы сабақтардан қарап, бір қайталап алсаңыз, ұғып алсаңыз, кез келген жалғауларды дұрыс жалғайтын боласыз. Яғни мына жерде түсінікті деп ойлаймын. Енді сөйлемдерді қарап өтейік. Сенің евин, яғни сенің үйің, үйіңнің шатыры деген, үйіңнің. Бұл жерде ев-ин деген бұл жіктеу еді, менің, сенің, оның дегендей. Сенің евінің, евінің
дауыссызға біткеннен кейін дауыссыздан бастаймыз. Сенің evinin çatısı. Onun arabası. Onun arabasının markası. Bizim şehrimizin kalesi. Sizin doktorunuzun tavsiyesi. Onların kitaplarının adı. Ali'nin evinin penceresi. Nerede i? Yatak odasının halısı. Yani mына жердегі сөздер tavsiye мысалға, ya. Bu ne deydi? Tavsiye vereceğim. Tavsiye söyle. Tavsiye ne edebilirsin ba? Tavsiye деген яғни ұсынысы. Сізге беріп жатқан бір инструкция дей ма, не дейді мысалға. Кале деген не еді? Замок беді. Сондай. Ады білесіз, пенжере деген терезе. Halı деген ол не? Бізде не, коврик ба? Сол. Яғни бұл түсінікті. Мына жақта екі сөйлем бар екен. Benim kedimin gözleri. Okul yemekhanesinin sandalyeleri. Sandalye деген орындықтар. Yemekhane деген ол асхана. Kedi деген ол мысық. Менің мысығымның көздері. Келесі біз күрделі, яғни қызмет етуші сөздер туралы айтамыз. Оған қызмет ететін деген бағыты, яғни заттың орналасқан жерін сипаттау үшін бірнеше сөздер бар. Олар жаны дейді, бізде жан. Заттың орнын білдіреді, яғни жанында деген сияқты, соны қарастырамыз. Ішінде, үст, үзер, яғни үсті, бізден қазақшадағыдай üzerinde, үстінде деген үстіндені көрсетеді. Алты, астында, аркасы, арқасында, яғни арт жағында. Арасы, бізде де арасында деген сөз. Önünde, алдында деген сөз. Köşesinde, бұрышы деген сөз. Karşısında, қарама қарсы деген сөз. Қайшы, яғни қаршы. Ортасында дегенді білдіреді. Сağında, оң жағында. Солында, сол жағында дегенді білдіреді. Яғни мен мынау сол дегенді қалай ажыраттым? Сол деген өзіміздің сол, а са дегенді ғана жаттап алсаңыздар болады. Яғни ортасында бізде де сондай, яғни сөйлеуге, есте сақтауға өте ыңғайлы. Мына жерде астында деген сөзден шатасуыңыз мүмкін. Мен өзім көп шатасқам. Алтында дегенге. Яғни осы сөздерді қолданамыз. Қайда? Мына жердегі тағы да жалғау ретінде табыс септігінің жалғаулары және су дегендерді қолданамыз. Жаңа мен уже сөзді айту барысында да уже айтып өттім. Мысалға, сандалия нересінде. Орындықтары қайда? Kapının arkasında. Есіктің артында. Sandalye neresinde? Sandalye kapının arkasında. Kapı есіктің артында. Durak neresinde? Durak okulun solunda. Аялдама еді, ya, durak дегеніміз, тұрақ, аялдама, okulun solunda. Яғни мектептің сол жағында, сол тарапы жағында деген. Енді мына жердегі сөйлемдерді қарап өтейік. Сыныфын, алдыңғы тақырыпты да қайталап,
Sınıfın içinde. Sınıf degenimiz neydi? Mектеп sınıp. Sınıптың ішінде. Kapının sağında. Есіктің оң жағында. Duvarın arkasında. Қабырғаның артында. Sinemanın karşısında. Кинотеатрдың қарама қарсысында. Yani қарсы tarafında ya. Panonun altında. Pano деген ne еді? Pano. Display. Yani panolar болады, управление. Pano. Altında, соның астында. Bunu мен неден білетін едім? Kutunun içinde, yani kutu degенге, kutunun içinde bir ыдыс. Odanın köşesinde, bölmenin buruşunda, masanın üstünde, stolun üstünde, pencerenin altında, terezenin astında, ütünün yanında, ütüktün janında, evin arkasında, үйдің артында, masanın önünde, stolun aldında, mağazanın solunda, magazin ya, magazinнің, ya mağaza деген жалпы торговый дом, соның сол жағында, рафın üstünde, yani қатардың üstü жағында, buzdolabının yanında, не там buzdolabı, сол refrigerator, не ғой? Холодильниктің жанында, sandalyenin altında, orındıktın астында, televizyonun üstünde, televizorдың üstünde, kapının önünde, есіктің алдында, yatağın altında, yani kravать, yatak odası, kravаттың астында. Осылайша, мына келесі жаттығу присоедините необходимые аффиксы дейді. Енді осы жаттығуды да жасап көрейік. Sinema и karşı деп қойған. Кинотеатр қарсы, yani sinemanın karşısında. Sandalyenin yanında. Inde. Çantanın içinde. Sehpanın Sehpa деген андай книжный стол бар ғой. Дивандардың жанында кішігірім стол қоятын. Sehpanın üstünde. Tuvaletin içinde. Tuvaletin içinde konuşulmaz. Tezgahın üstünde. Koltuk қандай еді? G-ға айналатын еді. Koltuğun yanında. Televizyonun altında. Garajın içinde. Marketin köşesinde. Осылайша. Мына жаттығу не дейді? Мына жаттығуда сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Телевизион оданın neresinde? Sizге мына жерге сөйлем беріп тұр, оданın köşesinde. Yani televizyon odanın köşesinde деп жазу керек. Осылайша. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.